Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Бүгін сіздермен холинергиялық синапс құрылысы және қызметінің байланысы деген тақырыпты талдайтын боламыз. Алдымен синапс дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беріп көрейік. Синапс дегеніміз жалпы бір нейрон мен екінші нейронның арасындағы байланыс. Мына жерде мына суреттен көріп тұрық, бұл бізде нейрон, бір нейрон мен екінші нейронның арасындағы байланысты біз синапс деп атаймыз. Бұл яғни мына импульсті алып келетін нейронды пресинапстық жасуша, ал осы импульсті ары қарай алып кететін жасушаны постсинапстық жасуша деп атайды. Енді синапстың құрылысына тоқталайық. Синапс негізі 3 бөліктен тұрады. Ол бізде пресинапстық және синапстық саңылау және постсинапстық мембрана немесе жасуша деп аталады. Енді жеке импульсі аксон бойымен келген кезде аксон талшықтары арасында мына жерге уже келесі нейронмен байланысу керек. Олар тікелей байланыспайды, осы синапс арқылы байланысады. Енді кальций жалпы импульстер, нейрон импульстері мына жерде мысалы импульстер мынандай синапстық көпіршіктердің ішінде нейромедиаторлар орналасады. Бұл нейромедиаторлар мына пресинапстық мембрана арқылы мына кеңістікке, яғни синапстық саңылауға шығу керек. Ол үшін бізге кальций ионы қажет болады. Егер осы кальций ионы мына көпіршіктерден нейромедиаторлардың шығуына әсер етеді. Міне мына жерде нейромедиаторлар кеңістікке шықты, және кеңістікке шыққаннан кейін өзінің мына жерде арнайы рецепторлар болады. Осы рецепторлармен байланыс жасайды. Мысалы, мына жерде бұл жаңағы ион арнасы, ион каналы жабық, ал мына жерде ашық, демек бұл жерде нейромедиатор бірге байланысқан. Яғни мына жерден суреттен көруге болады. Бұл жерде мына жасыл түсте бізде нейромедиатор және оның арнайы рецепторы. Бұл және постсинапстық мембрана және ион арнасы, немесе канал деп атайды. Егер осы нейромедиатор осы рецептормен байланысатын болса, мына арна, яғни канал ашылады да, нәтижесінде натрий иондары ішке кіреді. Натрий иондары кіргеннен кейін бұлар келесі бір нейронға импульсті өткізеді, немесе бұлшықеттерге импульсті өткізеді, немесе безі жасушаларға импульсті өткізеді. Тағы бір айта кететін жайт, мына жерде нейромедиаторлар қандай да бір ферменттің әсерінен ыдырауы мүмкін. Келесі бізде холинергиялық синапс. Холинергиялық синапс дегеніміз, яғни бұл ацетилхолин деп аталатын нейромедиатор арқылы жеке импульсін келесі нейронға немесе эффекторлы жасушаларға, олардың ішінде бұлшықетке, безге өткізетін синапс түрін айтаймыз. Яғни мынау бізде пресинапстық орталық, мынау жаңағы синапстық саңылау, мынау постсинапстық кеңістік. Енді импульс бізге мына жақтан келеді. Келген кезде холин деп аталатын импульс мына жаққа келген кезде ацетилхолин, яғни жаңағы көпіршіктер, нейромедиаторлар ретінде бізге мына пресинапстық синапстық саңылауға түсу керек, шығу керек. Яғни мына жерде кальций ионы көмегімен сыртқа шығады. Яғни ацетилхолинна синапстық саңылауға шығады да, мына жердегі рецептормен байланысу керек. Осы егер рецептормен байланысатын болса, бізде натрий иондары осы ішке кіреді. Яғни импульс келесі нейроннан екінші нейронға беріледі деген сөз. Ал егер ацетилхолин мына жерде саңылауда, яғни синапстық саңылауда қалып қоятын болса, ол ацетилхолин эстераза деп аталатын фермент арқылы ыдырап кетеді. Яғни холин және ацетатқа ыдырайды. Сәйкесінше осы холин қайталдан мына пресинапстық жасушаға енеді, яғни мембрана арқылы кіріп, холин және ацетил-CoA арқылы байланысып, холин ацетил трансфераза ферменті арқылы ацетилхолинге айналады.
міне осылай цикл қайталана береді. Яғни ацетилхолин ары қарай рецептормен байланысады, келесі нейромедиаторға, келесі постсинапстық орталыққа өтеді, немесе ацетилхолин эстераза ферменті арқылы екіге ыдырап кетеді. Енді осы холинергиялық синапстың мына жерде нейромедиаторлармен байланысатын рецепторлардың екі түрі бар. Бұл бізде N-холинорецепторлар және М-холинорецепторлар. N-холинорецепторлар бұлар никотинге сезімтал болады, яғни темекі теңбілінің жапырағында кездеседі. Бұл да жаңағы улы заттар, сонымен қатар қанға бұлшықеттерінде, вегетативті ганглияларда, бүйрек үсті безінде орналасады. Ал М-холинорецепторлар бұлар мускаринге сезімтал, яғни мускарин дегеніміз құрамында азот қосылыстары бар алкалоид, яғни жаңағы көбінесе улы саңырауқұлақтардың құрамында кездеседі. М-холинорецепторлар бұл рецепторлардың әр жерде кездесуіне байланысты олар 5 түрге бөлінеді. Мысалы, М1 вегетативті ганглияда және орталық жүйке жүйесінде кездеседі. М2 жүректе, М3 бірыңғай салы бұлшықеттер мен эндокринді бездерде орналасады. М4 жүректе, альвеолаларда, қабырғасында орналасады. Және М5 ол көздің сыртқы безді қабығында және сілке безінде орналасады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге видео сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл менің келесі видео сабақтарды түсіруіме мотивация болады. Сау, саламатта болыңыздар.